бар деген сөз. Кемінде бір үйде бір ноутбук, бір компьютер бар, себебі онлайн сабақ, онлайн жұмыстың заманы болып тұр. Енді қалай ойлайсыздар? Осы сотовый телефоннан, компьютерден, ноутбуктен, жалпы тоққа тығылған бүкіл электроприборлардан біздің ағзамыз сәулеленеді, яғни радиацияға ұшырайды. Бұл ешкімге жасырын емес, оның зияны барын біз күнделікті естиміз, бірақ сотовый телефонсыз, ноутбуксыз, компьютерсіз жұмыс та жоқ, өмір де жоқ, сондықтан біз оған әбден мойынсынып кеттік. Енді осы зиянды нәрсені ағзаңызға зиянын азайтатын, денсаулығыңызды нығайтатын тиньши браслетін ұсынамын. Мынау қарасы. Бұл браслетте мынау металы титан. Бұның астында, әрқайсының астында магнит бар. Яғни қалай түсіндіріледі? Радиация қабылдаған кезде біздің қанымыздағы ең қарапайым мысал қанымыздағы түйіршіктер, қызыл түйіршіктер бар, ақ түйіршіктер бар, тромбоциттер бар. Осылар радиация әсерінен, заряд әсерінен бір-біріне жабысып қалады. Олар жабысты деген сөз, қан қоюланады деген сөз, оның ағзада, яғни қан тамырларымен жүруі баяулайды деген сөз. Мынау браслетті таққан кезде сол жабысып қалған қанның түйіршіктері бір-бірінен қайтадан ажырап, қан тамырмен емін еркін аға бастайды. Ол әрине мидың майда капиллярларына, барлық ішкі органдардың капиллярларына қан оттегінде басқа да пайдалы заттарды емін еркін жеткізеді деген сөз.